Журналистік зерттеу пәні бойынша кезекті лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы журналистік зерттеудің кезеңдері деп аталады. Яғни журналистиканы зерттеу қалай неден басталады, қалай жалғасады, сол туралы әңгімелейміз және бүгінгі дәстүрлі журналистика мен екеуінің арасындағы айырмашылықтарды талдап көреміз. Журналистік зерттеуді негізі ұзақ уақытты алатын шаруа, ол бір күннің шаруасы емес, айлап, жылдап жүргізетін журналистік зерттеулер болады. Яғни журналистік зерттеудің өзі үрдіс ретінде ұзақ қарастырылады. Ал енді оған дайындық, оған дайырлау, ақпараттарды жинау және өңдеу процесін біз әдетте 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезеңі ақпаратты жинау кезеңі. Америкалық ғалым Дэвид Рэндалл өзінің әмбебап журналист атты кітабында ақпарат алу, журналистік зерттеудің мақсаты міне осы деп оған баса назар аударады. Ал енді ақпарат алу дегеніміз ол журналистік зерттеудің мақсаты емес, сол мақсатқа жетуге қажетті алғы шарттардың бірі ғана. Ал енді журналистік зерттеудің мақсаты беті жылы жабылып қалған қылмыстың, олқылықтың, өтірік пен жалғанның, жемқорлықтың бетін ашу. Журналистік зерттеудің екінші кезеңіне осы жиналған ақпараттың растығын дәлелдеу кезеңін және соны сұрыптау, іріктеу шараларын қарастырамыз. Бұл кезеңде ресми құжаттарға қол жеткізу, мәліметті жариялаудың заңдарға сәйкес келетіндігін тексеру талабы қойылады. Журналистік зерттеудегі ең күрделі мезет осы. Өйткені жолыңа көлденең тұрған небір бюрократиялық тосқауылдарды бірде айналып өтуге, бірде басып жаншып өтуге тура келеді. Ресми органдағы биліктегілер журналистерге негатив ақпарат беруге әуес болған емес. Үшінші кезең шығарылған нәтиже, яғни қорытындылау, оны кейін ілгерілету деген сияқты мәселелер. Мақала, заметка, сюжет, репортаж, басқа да жанрдағы материалдардың баспасөз бетінен жарық көруі, немесе эфирден берілуі соңғы кезеңі болып саналады. Ал журналистік зерттеудің соңында қандай да бір нәтижеге қол жеткізіледі. Жаңағы қылмыс жасаған адамдар жазаланады, болмаса сот ісі қарайды, тергеу жүргізіледі, болмаса тіпті кешірім сұрайды, келтірген зиянын өтейді деген сияқты әртүрлі шаралар болады. Бұл мүмкіндігінше қоғам тарапынан резонанс тапқаны орынды, өйткені онсыз тағы болмайды. Қандай да бір нәтижеге жету керек, яғни жіберілген кемшіліктің, қателіктің орны толтырылуы тиіс. Ал енді журналистік зерттеуді дәстүрлі журналистикамен салыстырып көрейік. Міне жаңа кезеңдер бойынша салыстыратын болсақ, алғашқы ақпаратты жинау, талдау, зерттеу кезеңінде мынадай шаралар атқарылады екен. Дәстүрлі журналистикада ақпарат жиналған бойда өңделіп, күнделікті апта сайын айына бір кестеге таралып жатады. Ал журналистік зерттеуде ақпарат толық жиналып, деректердің байланысы анықталып, тексерілмейінше жариялауға жатпайды. Дәстүрлі журналистикада журналистік талдау жедел жүргізіледі, кейін ол тақырыпқа қайта оралмауы мүмкін. Журналистік зерттеуде оқиғаның, жағдаяттың барлық мән жайы ашылып, шешім қабылданғанға дейін жалғасын таба береді. Тіпті жылдар бойы жүргізілетін журналистік зерттеу болатындығын айтқанбыз. Келесі, дәстүрлі журналистикада ең қажетті ақпарат екшеліп қолданылады және мазмұны қысқа хабарлаумен шектеледі. Журналистік зерттеуде керісінше, мүмкіндігінше толыққанды ақпарат жиналып, дәйек пен дәлелдерді ыждағатты келтіреді, көбіне ұзақ баяндалады. Дәстүрлі журналистикада дерек көздерінің орнына құжаттарға сілтеме жасалуы мүмкін. Ал журналистік зерттеуде дерек көздерінің мәлімдерін дәлелдейтін, немесе жоққа шығаратын қарсы құжаттарда қолданылады. Келесі, дерек көздерімен өзара қарым-қатынасы. Дәстүрлі журналистикада дерек көздеріне сенгендіктен сілтеме жасап, мағлұматтарды тексерусіз қолдана береді. Ал енді зерттеулік журналистикада дерек көзіне еш уақытта сенбейді, қайта тексереді,
оның жалған ақпарат беруі мүмкін екендігін ескереді. Ресми журналистикада дерек көздері өзінің мақсаттарын орындау, ұсынысын өткізу үшін журналистік ақпарат ұсынады. Ал енді зерттеу журналистикасында билік органдар мен институттарының мүддесіне нұқсан келетін мағлұматтар, ресми ақпараттар журналисттен таса қалады, жасырылады. Яғни бірінші жағдайда сіз ақпаратты ресми органдар ұсынатын болса, екінші жағдайда керісінше олар сізге мүлде басқаша ақпарат ұсынады. Келесі, дәстүрлі журналистикада журналист көп жағдайда ресми ақпарат көзіне жүгінеді, сирек жағдайда онымен келіспейтін көзқарасты материалына пайдаланады. Ал журналистік зерттеуде тәуелсіз дерек көздерінен алынған мағлұматтарға жүгіне отырып, журналист тақырыпқа ресми көзқарасты жоққа шығаруы немесе күмәнін ашық жариялауы кездеседі. Дәстүрлі журналистикада журналистің барлық ақпаратты толық алуына, пайдалануына уақыт жанығынан мүмкіндігі болмайды. Яғни журналист аз уақытта тез ақпаратты беріп, эфирге шығу керек, болмаса материалын аяқтау керек. Ал енді журналистік зерттеуде журналист басқа дерек көздерімен салыстырғанда өте көп мағлұмат жинайды, салыстыра отырып бағалайды. Дәстүрлі журналистикада дерек көзін жасырмай айтып отырады, ашық ақпарат деп есептеледі. Ал журналистік зерттеуде жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мақсатында дерек көздерінің ашық айтылмауы, құпия сақталу кездеседі. Материалды псевдониммен беретін, яғни бүркеншік есіммен беретін жағдайларда жиі болып жатады. Енді осы журналистік зерттеу материалдарының нәтижесіздігін дәстүрлі журналистикамен салыстырып көрейік. Дәстүрлі журналистикада журналист арнайы репортажында болған оқиғаны жеткізіп қана қояды, көбіне қоғамды хабардар ету міндетімен шектеледі. Ал зерттеу журналистикада журналист оқиғаға берілген көзқараспен келіспейді, мәселенің анығына жетіп, балама көзқараспен бағаны ұсынады, оның артында қандай күштер, жағдаяттар тұрғанына көз жеткізеді, әшкерелейді. Дәстүрлі журналистикада репортаж журналистің жеке қатысын қажет етпейді. Яғни журналист өзінің бейтараптығын сақтап қалады. Ал енді зерттеу журналистикада журналист табандылық танытып, қайсар мінез танытады, аяғына дейін жеткізеді. Яғни күрескер ретінде танылады. Дәстүрлі журналистикада журналист өзін объективті ұстауға тырысады, оқиғаға қатысты адамдардың дәлелдері мен уәждеріне бейтарап позицияда болады. Журналистік зерттеуде журналист оқиғаға қатысты адалдық пен ыждахаттылық танытады, қолындағы деректерге жүгіне отырып, заң бұзушылар мен қаскүнемдердің ісіне тәуелсіз зерттеу жүргізеді. Ол мәселеге қатысты өзінің болжалдарын, гипотезасын ұсына алады. Дәстүрлі журналистикада репортаждың құрылымына, қандай әсер қалдырғандығына көбіне аса мән берілмейді, өйткені бір оқиға екіншісімен алмасып кете барады. Журналистік зерттеуде журналист материалын тиімді құруға, сол арқылы күшті ықпал етуге, резонанс тудыруға ұмтылады. Қолындағы деректерді алға тарта отырып, заңды шешім қабылдануын талап етеді. Әділеттің орнығуына үшін күреседі. Дәстүрлі журналистикада журналист қателіктерге орын беріп, жаңылысып кетуі мүмкін, бірақ ол айтарлықтай нұқсан келтірмейді. Ал енді журналистік зерттеуде журналист жіберген қателік оған деген сенімге, беделіне, ақпарат құралына үлкен шығын әкелуі, ресми не бейресми санкция қойылуы, тіпті бұқаралық ақпарат құралының жабылып қалуы да мүмкін. Сондықтан да журналист ешқандай қателікке жол беруге құқы жоқ. Міне осындай дәстүрлі журналистика мен журналистік зерттеудің арасында үлкен айырмалар бар екен. Ал енді журналистік зерттеуге тән сипаттарды тағы бір пысықтап өтейік. Оқиғаны ұзақ әрі терең меңгеру,
осындай талап қойылады. Көп уақыт жұмсау, көп еңбектену, заң талаптарына көп мән беру, тың мәселе көтеру, яғни көпшілікке беймәлім жағдаяттарды тексеруге тура келеді. Және біртұтас авторлық жұмыс болып табылады. Сіз бастан аяқ ақпараттың барлығын сүзіп, соны талдап, соған қажетті қосымша мағлұматтарды жинап, азаматтармен сұхбат жүргізіп, сөйтіп қана өзіңіздің жұмысыңызды аяқтай аласыз. Ресейлік заңгер Иванов зерттеумен айналысатындардың назарына мынадай 6 кеңес ұсынады. Өз құқын жетік білу, жинақталған ақпаратқа толық әрі жан-жақты талдау жүргізген жөн. Ақпаратты заңды жолмен ғана алыңыз. Заңсыз ақпарат, түсініксіз ақпарат, сатып алынған ақпарат, бұндай жағдайда ертең өзіңізге кері жұмыс істеуі мүмкін. Журналистке физикалық қауіп төнуі мүмкін болса, мақала соңында бүркеншік есімін жазғаны дұрыс дейді. Жариялау алдында журналистке зерттеу үшін дәлелдер базасын дайындау қажет. Яғни сіздің құжаттарыңыз, дәлелдеріңіз ертең оған сұрау болған жағдайда, сот жағдайы болған жағдайда дәлелдей алатындай өзіңізде жинақталып тұру керек, және оны сақталу қауіпсіздігінде қорғаған жөн. Егер кемшілік жіберсеңіз, мүліктік қана емес, сондай-ақ бақ қызметін тоқтата тұру, не оның шығуына тыйым салу, лицензиясын алып қою түріндегі ақырында қылмыстық жауапкершілікке тартылуға дайын болғаныңыз жөн. Яғни сіздің әкімшілік шара қолданылуы мүмкін, қылмыстық жауапкершілігі тартылуыңыз мүмкін. Міне соның бәрін ескеріп, мүмкіндігінше қате жібермейтіндей, ешқандай олқылыққа орын бермейтіндей жұмысты ұйымдастыру керек. Міне журналистік зерттеудің басты принципі тексеру және қайта тексеру. Үнемі мына жағдайларды естен шығармаған дұрыс. Тақырып жетік меңгерілген бе? Материалдар толық жиналған ба? Сіздің қолыңызда қазір қандай дерек бар? Тақырыпты тыңғылықты зерттеуге уақытыңыз бен қаржыңыз жете ме? Өзіңізбен бірлесе жұмыс жасауға дайын ұйымдар бар ма? Сіз жариялаған материалға қоғам тарапынан қандай реакция болады? Резонанс қандай жағдайда туады? Ол көпшілікпен сіз қалай жұмыс істейсіз? Қандай кері байланыс орнатасыз? Соның бәрін біліп, болжап отыру керек. Жалпы бұл жариялауға тұрарлық па? Зерттеу жұмысының жағдайда жақсы жағына өзгерте алады ма? Яғни сіздің зерттеген, көз жеткізген материалдарыңыз құқық қорғау органдары саласынан болсын, билік тарапынан болсын, қоғам тарапынан болсын, дұрыс бағалана ма? Соның барлығын күні бұрын болжап білгеніңіз жөн. Таңдалған тақырып шеңберіндегі зерттеуіңіздің өзіңіз бен ұжымыңызға қаупі қаншалықты? Міне осы сұрақтардың бәріне толық жауап алып, өзіңізге сенімді болған жағдайда ғана журналистік зерттеуді аяқтап, оны жариялауға, ары қарай жұмысты жалғастыруға болады. Журналистік зерттеу кезінде журналистің заңгермен аталмыш саладағы заңдық, құқықтық актілер турасында кеңескені дұрыс. Яғни ұдайы заңгерлермен жұмыс істеп, барлық процесті пысықтап, норма тұрғысынан, заң талаптары тұрғысынан талдап, сараптап біліп отыру керек. Зерттеумен айналысатындардың алынған ақпараттың күмәнсіз екеніне толық көзі жетуі керек. Сол жағдайда ғана сіз күрес жүргізе аласыз. Сол жағдайда ғана әртүрлі бюрократиямен, қылмыспен, заң бұзушылықпен, жемқорлық сияқты кеселдермен күресуге мүмкіндік туады. Ал енді заңды сіз өзіңіз бұзсаңыз, оны ертең өзіңіздің алдыңызға көлденең болып, ісіңізге кедергі келтіретіні анық. Бұл тақырып бойынша не оқуға болады? Журналистік зерттеуге қатысты ұдайы айтамыз, материалдар өте көп. Солардың ішінде, мысалы, мынадай материалдар интернеттен оңай тауып алуға болады. Мына шетелдік автордың журналистік зерттеу туралы жазған материалы бірнеше мемлекеттің журналистерін қатыстырып, осындай қазіргі соңғы фактілерді талдап береді.
ақш-тағы, Англиядағы, басқа да шет елдердегі журналистік зерттеудің бүгінгі жағдайына тоқталады, тарихына да тоқталады. Міне осы ағылшын тіліндегі кітапты оңай тауып алып қарап шығуларыңызға болады. Сол сияқты міне «Исследование, основанное на истории. Учебное пособие по проведению журналистских расследований» деген кітап бар екен. Марк Ли Хантер оның ұйымдастырушысы болып табылады, яғни жинақтаушы. Бірнеше авторды қатыстыра отырып, осы журналистік зерттеуге қатысты болған оқиғаларды талдап, мысалдарды талдап, сол жердегі фактімен жұмыс істеу, фактіні қолдану, әшкерелеу фактілерінің барлығын тереңірек жазып береді. Сол сияқты 2005 жылы Алматы қаласында шыққан «Основы ведения журналистского расследования» деген кітап бар, жинақ бар. Бұл жинақта Алматыда өткен конференцияның материалдары негізінде жасалған бірқатар тың мағлұматтар бар. Орталық Азиядағы журналистік зерттеу мәселесі, Орта Азиядағы экологиялық мәселелерге қатысты қандай зерттеулер жүргізді, қандай қозғалыстар бар, олар қандай нәтижеге жетуде, мен сол туралы ақпарат табуға болады. Ол кітап мына сілтеме бойынша интернетте тұр. Сол сияқты біздің Қазақстанда да бірнеше ақпарат құралдары осы бағытта жұмыс істеп келе жатыр. Соның біреуі Асқар Жалдинов деген журналист өзінің «Вне протокола» деген кітабын шығарған екен. «Тайны громких преступлений в Казахстане» деген қосымша атауы бар. Осы кітапта да бір шама Қазақстанда орын алған мына заң, құқықтық салаға қатысты небір фактілер талданады, кісі өлтіру фактілері, олардың қалай зерттелгені, қалай ашылғаны, саяси қылмыстар, сол сияқты террорлық әрекеттер, олар кімдер, қандай жағдайлар болды Қазақстанда, соларға уақытында қандай құқықтық баға берілді, заң органдары қалай жұмыс істеді деген сияқты өте көп мағлұматтар жиналған. Осы Асқар Жалдиновтың «Вне протокола» деген кітабында жаңадан ғана шыққан кітап, қазір кітап дүкендерінде бар. Алып танысуға, Қазақстандағы жағдайға өз бағаларыңызды беруіңізге болады. Міне сонымен бүгінгі лекциямыздың қорытындысы: журналистік зерттеу 3 негізгі кезеңнен тұрады. Бірінші, талдау, анализ жасау, сіз қозғаған тақырыптың барлық мән-жайына қанығу. Екінші, соған қатысты түрлі ақпараттарды толық жинау, мүмкіндігінше мол мағлұмат жинау, оған қатысты адамдармен, куәгерлермен, қарсы жақпен, екі жақпен бірдей сөйлесу, пікірлесу, интервью алу, мағлұмат жинау. Ал енді осы мағлұматтың бәрі жиналғаннан кейін заң органдарымен, заңгерлермен кеңесе отырып, ақпараттың алынуында, ақпараттың өңделуінде, ақпаратты пайдалануда заңсыздыққа жол бермейтіндей мәселені талдап барып жариялаймыз. Әрине, жариялағаннан кейін оның белгілі бір жауапкершілігі болады. Яғни сіз заң алдында, егер ол қарсылық білдіріп сотқа жүгініп жатса, оны дәлелдейтіндей фактілеріңіз дайын тұру керек. Болмаса қоғам тарапынан үлкен резонанс туып жатса, сіз оны қолдап ары қарай жетілдіретін болуыңыз керек. Сөйтіп, журналистік зерттеудегі басты мақсат сіз бастаған істі аяғына дейін жеткізу. Яғни шешім қабылдауға дейінгі мәселенің барлығын қамту. Журналистік зерттеу тек қана айтылып жазылып қалмау керек. Журналистік зерттеудің соңында белгілі бір өзгерістерге әкелу керек. Қоғамды жақсартатын, қоғамдағы кеселдердің тамырына балта шабатын, басқаларға сабақ болатындай жағдайларды журналист жеткізіп, соған дәлелдер, дәйектер, өзінің тұжырымдамары арқылы қорытынды жасау керек. Міне осындай жағдайлар Қазақстанда өкінішке орай жаңағы айтқанымыздай сирек кездеседі, бірақ дегенмен жекелеген фактілер бар. Әлемде де ондай деректер қазір көп. Жалпы бүгінгі журналистикада осы салаға басым бағыт берілуде, үлкен қолдау табуда. Осы саладағы журналистер үлкен беделге, үлкен құрметке ие болуда. Міне сондықтан да бұл әңгімемізді алдағы уақытта жалғастырамыз. Әзірге сау, саламатта болыңыздар.